ісіңізде алда болғыңыз келсе, сіз үшін арнайы бірінші қадам. Мақсаттарды айқындап жазыңыз, және болашақ өмірдің сызбасын жасаңыз. Бірінші бұл жердегі мақсат деген дүниеге көңіл бөлейікші. Қазақ айтады, мақсатсыз адам дейді, ормансыз құспен тең дейді. Сондықтан өз ісіңізде алда болғыңыз келетін болса, сізге міндетті түрде болашақ өмірдің мақсатын айқындап жазып алуға тура келеді. Не үшін дейсіз ба? Өйткені сіз өмірде нені нақты қалайтыныңызды білмесеңіз, ол затты ала алмайсыз, немесе ол биіктікке жете алмайсыз. Ол дегеніміз тура үй сияқты. Сіз үйді салмас бұрын бірінші не істейсіз? Әрине сызбасын жасамайсыз ба? Тура сол сияқты. Болашақ өміріңіздің сызбасын жасап алу керексіз. Альберт Эйнштейннің бір әдемі сөзі бар. Кез келген нәрсе дейді, екі рет пайда болады дейді. Бірінші адамның ойында, сосын өмірде дейді. Егерде сіздің бүгінгі өміріңіз ұнамаса, оның жауабы жай ғана белгілі нәрсе. Сіздің ойыңыздағы өміріңіздің сызбасы нашар деген сөз. Сондықтан ағайын, алдыңызға нақты мақсат қойып, болашақ өміріңіздің сызбасын жасап алыңыз. Мақсатты қоюдың тағы бір себебі, өйткені адам баласына, өмір бойы адам баласының қас жауы шығар, оның бағана енжарлығы мен жалқаулығы. Жалқаулықты жеңем десеңіз, салғырттықты жеңем десеңіз, күш жинап, амбициямен, энергиямен керемет өмір сүрем десеңіз, сізге нақты мақсат керек. Американың ұлы ойшылы Энтони Роббинс айтпақшы, бұл әлемде жалқау адамдар жоқ, тек қана мақсаттары шабыттандырмайтын адамдар бар. Сондықтан мақсатты айқындап алыңыз. Мақсатсыз жүрген адамның тағы бір үлкен қателігі, тағы бір үлкен қиындығы десем болатын шығар. Өйткені мақсатсыз адам ол қаңбақ тәрізді. Қаңбақ қандай? Жел қайда соғады, қаңбақ сол жаққа қарай кете береді. Аунап. Тура сол сияқты. Мақсаты жоқ адам өзінің уақытының барлығын пайдасыз, керексіз істерге шашады. Сізге ұнасын, ұнамасын тағы бір шындық. Мақсаты бар адамдар бұл өмірде мақсаты жоқтарды қолданады. Мысалға, мен біреумен өсек айттым, келді делік. Ермұрат деген досыма хабарласам, білем, ол айтады, Аманжол, кешір, менің уақытым жоқ дейді. Өйткені жұмыстарым бар, мына жобамды айдың аяғына бітіру керекпін дейді. Әлбек деген бауырыма хабарласам, Әлбек тұрады, әбеке кешіріңізші, мен бір апта тірліктерім бар еді, бітіріп алайын. Бір целім бар еді, соған жету керекпін дейді. Енді цель мақсаттың орысшасы ғой. Енді мен кімге айтам? Мен Аслан деген досыма звондаймын. Ей, Аслан қалайсың? Әңгіме айтайық та деймін. Ал Аслан болса уақыты бос. Асланды шақырып алам да, Аслан менің өсегімді, менің ішкі қиналыстарымды тыңдап отырады. Яғни, Асланды мен қолдандым деген сөз. Мен қолданғым келген жоқ, бірақ өзінен өзі солай болып кетті. Мен бір фильм түсірдік делік, или сіз бір фильм түсірдіңіз делік, ол фильмді кім көреді? Әрине, қолы бос, мақсаты жоқтар көреді. Сондықтан өзіңіздің мақсатыңызды айқындап, нақтылап алыңыз ағайын. Онсыз өміріңіз сапалы болады деп ойламай-ақ қойыңыз. Енді бұл жердегі мәселе, мақсат түсінікті. Сіз айтуыңыз мүмкін, Аманжол, мақсатым бар деп. Бұл жердегі аса назар аударып кететін үлкен бір әңгіме, мақсатыңыз қағазға жазылған ба, соған мән берейікші. 1974 жылы американдық Елейский университетте үлкен бір зерттеу жүргізеді. Ол кісілер, яғни профессорлар, 100 студентті жинап алады да, оларды сырттай бақылауға алады. Студенттердің 87% мақсатсыз өмір сүреді. Оқуды бітірейік, көреміз. Уақыты келгенде көреміз. Құдай бұйыртса, көреміз деген сияқты сылтауларды қолданып. Ал 10% болса, ойында мақсатын ұстап жүреді. Алла амандық берсе, мен университет бітіргеннен кейін компания ашам, мен университет бітіргеннен кейін мықты кәсіпкер болам, мықты сайыскер болам деген сияқты.
Ал 3% болса, мақсаттарын нақтылап, айқындап, қағазға жазып, оны бөлмелеріне іліп қояды. Кейін арада 20 жыл өткеннен кейін бұл зерттеу жұмысының, бұл тәжірибе жұмысының қорытындысын Нью-Йорк Таймс газетіне жариялайды. Білесіз ба? Бағанағы мақсаттарын нақтылап қағазға жазып алған 3% студент 87% есептемегенде 10%-дан 100 емес 1000 есе табысты болып келген. Қазақ айтпақшы, көзден кетсе, көңілден де кетеді дейді. Мақсатыңыз ұмытылып кетпеу үшін жазып алғаныңыз абзал. Түсінікті ғой. Ал мақсаттың бізге беретін тағы бір құпиясы, ол мынада ағайын. Өзіңіз ойлаңыз. Сіз өмірді сүріп бастадыңыз. Көпшіліктеріңіз мынандай сөз қолданасыздар. Орысша зона комфорта дейді. Яғни шүкір, тәубә, бәрі жақсы, тірлік етуге ниеттің аздығы. Ол қаяқтан пайда болды дейсіз ба? Бәріңізде мақсат болды. Мектеп кезінде жігіттер жүрді, машина алсам, үй алсам, үйленсем. Қыздар жүрді, диплом алсам, тұрмысқа шықсам, бала босансам. Міне, осы жігіт те өз мақсатын орындады, әйел заты да өз мақсатын орындады. Бітті, одан кейін өмір тоқтап қалған сияқты. Неге? Өйткені алға ұмтылдыратын, алға адамды сүйрейтін мақсат болған жоқ. Тек қана сол деңгейге дейін ғана ойлады. Өміріңіз жалынды, өміріңіз мәнді болсын десеңіз, сіздің алдыңызда өміріңіз жетпейтіндей үлкен мақсаттар болуы қажетті. Ал енді мақсаттарды қандай категорияға бөлген дұрыс? Осыған мән беріп кетейік. Өзімнің өмірімде қолданатын технология, мен 4 сала бойынша мақсат қоямын. Бірінші, әрине жұмысым, бизнесім. Екінші, тұлғалық және шеберлік дамуым. Үшінші, отбасылық және қайырымдылық мақсаттарым. Төртінші, жан рахаты үшін, беделге жету үшін арналған мақсаттар. Осы 4 категория бойынша өзіңіздің мақсаттарыңызды айқындап алу керексіз. Неге 4 категория? Мысалға делік, сіз тек қана бизнес мақсаттарды қойып тастадыңыз 12 айға. Жылы бітті. Бизнес мақсаттарға жеттіңіз. Өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Жоқ. Отбасыңыз қиналып жатса, туысқандарыңыз ренжіп жатса, алам деген армандаған көлігіңіз ала алмадыңыз. Бірақ жұмысыңыз жақсы дамбады. Өзіңіз бақытты сезінесіз ба? Жоқ. Немесе сіз тек қана атақ даңққа арналған мақсаттарға мән бердіңіз. Керемет қымбат армандаған бриллиантыңызды, шубаңызды, машинаңызды алып алдыңыз. Бірақ жұмысыңызда қиындық туып жатыр. Обороттың бәрін құртып жердіңіз. Өзіңізді бақытты сезінесіз ба? Немесе сіз семьяны ойлап кеттіңіз. Бүкіл тапқан ақшаңыздың барлығын, уақытыңыздың барлығын семьяға бөлдіңіз, туысқандарыңызға көмектестіңіз. Ал өзіңізде жұмысыңызда қиындық туындады. Яғни ояқтың суын алып, сіз басқа жаққа төгіп жергенмен тең болды. Сондықтан осы 4 категорияға бөліп алғаныңыз абзал. Ал енді мақсаттарды жазарда қалай қою керек дейтін болсаңыз, ең бірінші ағайын, мақсат нақты болу керек. Яғни сіз, мен 30 жылы кәсіп ашамын деп мақсат қойсаңыз, ол нақты емес. Асыда нақты болу керек. 30 жылы мен мебель жасау кәсібі бойынша кәсіп ашамын, және жылдың аяғына дейін 37 миллион теңге қаржы табамын деген сияқты. Екінші, мақсат қол жетімді болу керек. Қол жетімді деген қандай? Яғни заманауи тілмен айтсам, реальный. Мүмкін болу керек. Сіз мысалға айтамайсыз ғой, мен бойымды бір жылдың ішінде 90 сантиметрге өсіремін деп. Өйткені ол табиғаттың заңына қарсы, адамның бойы өспейді 30-дан кейін. Түсінікті ғой? Яғни мақсат қол жетімді болу керек. Үшінші, мақсат қандай болу керек? Күш беретін. Яғни ол мақсатты ойлаған кезде, көз алдыңызға елестеген кезде, ұйықтай алмай, тыпырлап, қыбырлап, жыбырлап, жұмыс істегіңіз келіп кететіндей болу керек. Төртінші, мақсат өлшенген болу керек. Яғни бұйыртса болашақта деген тіркестерді қолданбаңыз. Керісінше нақты болу керек. Мен 30 жылдың аяғына дейін 50 кітап оқимын деген сияқты.
Түсінікті ғой? Яғни мен осы 2017 жылдың аяғына дейін 50 кітап оқимын, брендинг, маркетинг, сату саласы бойынша деп нақтылап алсаңыз өте жақсы болады. Түсінікті ғой? Бесінші, мақсат пайда келтіретін болу керек. Сізге немесе қоғамға пайда келтірмейтін мақсаттарды қоймаңыз.